Бәріңе сәлем, менің жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі влогта мен өзімнің карантиндік өмірімді қалай өткізіп жатқанымды көрсетемін. Мен деген примерно 1 сағаттай бұрын ұйқымнан тұрдым. Оған дейін мен оянып, өзімді ретке келтірдім. Әлі тамақ жеген жоқпын, сондықтан да кеттік. Мен қазір деген стоматология бара жатырмын, себебі бір реттен кейін менің бесімде ретейнерді примерно 1 ай сайын немесе 2 апта сайын тексеріп тұру керек. Мен карантин басталып кеткеннен кейін вообще 2 ай барған жоқпын, 2 ай. Сондықтан да мен қазір сол тісімді тексертуге бара жатырмын стоматологияға. Қазір бара беруге болар деп ойлаймын, себебі ЧП-дан шықтық. Қалаға шыққан жоқпын, 2 айда бірінші рет қалаға шығайын деп жатырмын. 2 айда бірінші рет мен автобусқа отырайын деп жатырмын. Ужас. Қызық ощущение болып отырмын. И мне кажется, мен бәрін ұмытып қалдым. Стоматологияға қалай баратынымды ұмытып қалған сияқтымын. Менде маска бар. Антисептик бар, думаю, нормально все. Автобусқа отырайын деп жатырмын, сондықтан да түскесін көрсерміз. Короче, мен келдім, бірақ мен слишком ерте келдім. Мен 1 сағатқа ерте шықтым, автобустар көп кететін болармын деп ойлап. Но жоқ. Мен бір остановка кеш түстім, чтобы асықпай пешком бару үшін. Я не істер білмеймін. Что можно сделать? Мен 1 сағат бойы не істерін білмеймін енді. Еще мен соткам запись қазір ұстай берсем бітіп қалатын сияқты. Сондықтан да соткамды да ұстамау керек. Давайте мен сіздерге городты көрсетейін. Үшіншісі мен не істерін білмей жатырмын, сондықтан да лучше вам буду городты көрсетуге. Осындай жер. Там үйлер. Вроде вот это садик, это ЗАГС. Там ниш, она больница. Не знаю. Там екі башня близнецы деп аталады. Мынау біресе құрып жатыр. И там біресе мынау ту. Вот экскурсия. Нет, я вру, но больница емес, который вот это больница. Тут площадка, кішкентай балаларға арналған ойнайтын. Вот. Я хожу, не знаю, что делать. Вот. Да, кішкентай балалар ойнап жатыр. У нас же карантин. О нет, тут очень много людей. Вот. Мен бара беретін боларым, потому что не знаю, мен нәрсе не істерімді білмеймін. Тикток түсіремін ба деп ойлағам, но невозможно, короче, мында тикток түсіруге. Вот. Стоматологияға кіріп бара жатырмын. Наконец-то жылдам шығатын боларым деп ойлаймын.
çıktım. Maksimum içinde 5 minut oldum. No, 1 saat keldim. Почему так? Обидно. Енді қазір үйге барамын. Если автобус жылдам келсем. Ну, мне кажется, автобус жылдам келмей, типа закон подлости. И бүгін осы апта сабақ мен осы 4-ші четверттен соңғы аптасы. Білем, 10-ші класты мен осылайынан бітіріп отырғаным ұнамайды, себебі 4-ші 90-да, грубо говоря, вообще оққан жоқты деуге де болады ғой. Бұрын бәріміз арман ететін едік қой, вообще сабақ болмай қойса екен, 1.90 үйде жатсақ екен, болмаса екен деп. И типа соған енді өкінемін, что мен солай еткеніме армандағаныма. Потому что 4.90 просто жай үйде жаттық. И қайтадан сентябрь басталады ертең, 11-ші класс. И 1 жыл қалады тек қана мектептік өмірімізден. И все. Зато 25 май мен бүткіл класстастарымды көре аламын. Кітап тапсыруға барамыз. Вот. А сейчас я топаю домой. Мен үйге келдім, то есть точнее жақындап қалдым үйге. Вот. Бірақ қазір үйге барғанда тек сразу сабаққа отыру керек, себебі сағат 1:30, маған сағат 5-ке дейін ТЖБ тапсыру керек. Бүгін примерно 3 сабақтан ТЖБ жазамыз. Вот. Сондықтан да я не буду спать. Я буду учиться, учиться и учиться. Вот. Дала сақыл болып кетті. Нормально былай? Но сақыл болып кетті. Айттым айтпадым ба білмеймін, мен шортикта жүрмін. Бәрі менен басқасын бәрі қалың киініп алған. Ондай қатты қалың емес, но қалың киініп алған, тек қана мен шортикта жүрдім. Бірақ бана баратқанда мен тоңған жоқпын, наоборот жандым. И сөйтіп ойладым, неге бәрі қалың киініп алған, қуама деп. Но қазір күн кіріп кетті и типа жоқ күн. Все, я пришла. Сіздер осындай толы йогуртты көрдіңіздер ма? Мен осындай толы йогуртты өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Бәрі, как всегда, мына жетке дейін примерно келіп тұратын еді, а мынау толы. Қазір мен деген сабақ оқиын деп жатырмын, то есть ТЖБ жазайын деп жатырмын. Маған ТЖБ география, ағылшын и Қазақстан тарихтан болады. Сағат 3, 2 сағаттың ішінде жазып болатын болармын деген ойдамын. Сағат деген 6, мен енді болдым. Вот. Менің әр жерде жазуым әртүрлі. Мысалға, мында жазуым менің вообще мынандай ұрыс болып жатыр жылдам жазғаннан. Ал мында вообще басқаша. Сейчас. Мында тоже вообще басқаша. Вот. Осы апта бойы БЖБ-лардың бәрін жазамыз. Ой, ТЖБ-лар. И потом все. Так, қандай мектепте оқитынымды көрсетпеймін. Мен қазір далаға итіммен ойнауға бара жатырмын. Вот. Аты Дик. Дик. Родосы нечистый алабай. Короче, таза емес алабай. Мен бірақ өзім қорқам. И мен білмеймін, дұрыс түсіп тұрмын ба сіздерге, или дұрыс түсіп тұрған жоқпын ба. Ой, мен қисық түсіріп жатырмын, кешіріңіздер. Просто бір қолмен түсіру неудобно.
Жаным. Мұрнында біресе ақтар бар, іште не екенін білсеңіздер айтасыздар ма? Вот. Короче, на видео вообще скучно болмау үшін мен деген қазір өзіме необыкновенный, необычный макияж жасайын деп жатырмын. Макияж дегенде көзге. Мен өзім көзге особо істемеймін, сондықтан да сейчас посмотрим. Көзімді ағартып аламын немен консилермен, чтобы тень нормально жағылу үшін. Мне кажется, особо өзгерген жоқ, сондықтан да мына жерден, мынадан білмеймін бір тень алам. Самсағам. Жоқтым. Все равно жуып тастаймын, да? И чё? Простите, пожалуйста. О боже мой, что я делаю? И как мен ана енді жалғастырамын? И я попробую кішкене яркий свет жағуға басына. И менің ойымша мен істеп жатырған нәрселердің бәрі қате. Так что қайталамаңдар. У меня там выпрыгла вот радостки. Вы видите вот этот цвет, фильтр? Вот мне фильтр сейчас постал. Думаю, это все равно ужасно. И тұстандағанда сізге жарасатын тұстандаңыздар, мен сияқты тұстандамаңыздар. Вот. Стрелка, вот мен стрелкаға вообще сыға алмаймын, сондықтан да я попробую стрелка сызуға. Но бірінші мен деген подводкада вообще я нашла. Еще он қақпақ соғылма. I think ол куб қалды. Я думаю. I think. Простите мен. Я думаю, мен ойлаймын деген сөзді I think деп айтам. Мен стрелка салмаймын, сондықтан да мынаны концовкасы басқан, мынаны концовкасы басқан, не болып кетті. Вы видите вот это? Что идет? Или нет? Я не умею. И все. Я не умею, и все. Вот научите меня, қалай сендер стрелка сызасыңдар. Скажите, қалай сендер стрелка сызасыңдар, ну не ну. Бір айтады, типа, сыза бересің, и соңында үйреніп кетесің деп. Но менің миллион раз попыткам, но все равно соңында еш нәрсеге үйренген жоқпын. И мен екінші көзіммен не істеймін? Может, астына біресе жағып көреміз? Типа, астына біресе түсіп тұрады ғой. Значит, тогда давайте ерінді көрек. Если көземдім шықпаса, хотя бы ерінді көрек.
Короче, менде осындай помада бар, который бітіп жатырған. Содан соны боямыз. Но сразу айтамын, түс маған жараспауы мүмкін. И да, мен просто жай ойнап боянып жатырмын, сондықтан да мынаны кәдімгі серьез қабылдап қоймаңыздар. У меня есть одна идея. Что если мен ондағы порядканы еріме жақып көрем? Если получится хорошо, давайте самый надставим. Короче, мен далаға просто прогулять. Жай көшеге шыққам жүруге. И анда біздің иттен де үлкен ит жүр. Өзімнен жүгірт, маған басында бір қыз айтты, типа, анда барма, ит жүр, саған қарай жүгіру мүмкін деп. Мен окей дедім да, бардым. Қолыма тастым, мынадай тасалдым да, типа, қазір маған жүгірсе мен нетем ғой деп, қашам ғой деп. Анау бүлкесін прям мен дыхание респиратор слышала, жүгірдім. Өзіңе жүгіріп, если бы алдыма машина шығып қалмағанда, ана ит мен өзімнен қуып мені маған жетіп алып, мені байғылып кете алатын еді. И потом еще мен шортикпен жүрмін. Ана істеп қоймайды, қана мен жеп қоятын да сияқты.